Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жұмыртқа мен көкжуақ қосылған құйылмалы бәліш дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм ертілген сары май керек. Одан кейін 2 ас қасық қант қосамыз және жарты шай қасық тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 400 грамм айран қосамыз. Араластырамыз. Екі жұмыртқа қосамыз. Бірінші біреуін, содан кейін екіншісін. Жақсылап бәрін араластырамыз. Енді 300 грамм ұнға 1,5 шай қасық қопсытқыш қосып араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай консистенциялы қамыр шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Мұнда бізде піскен 2-3 жұмыртқа және қуырылған көкжуа. Екеуін араластырамыз. Тұз, бұрышты өзіңіз қалауыңызша қосасыздар. Араластырып болғаннан кейін міне мынандай формаға жарты қамырды құямыз. Осылай тегістейміз. Болғаннан кейін салмасын саламыз. Міне осылай видеода да салмасын саламыз. Міне біз салмасын салып болдық. Енді екі қамырдың қалған бөлігін үстіне құямыз да тегістейміз. Міне осылай тегістеп болғаннан кейін духовкаға жібереміз. Міне біздің бәлішіміз осындай күшті болып пісіп шықты. Өте дәмді, сондай тойымды болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Күшті болып шығады және өте тез дайындалатын бәліш. Дәмі деген тамаша ас болсын.